Бәріне сәлем. Бұл Наздан Лайф подкаст, эксперименталды подкаст. Өзімді тану жолында көптеген қызық ойлармен бөлісемін. Мен есімім Гүлназ, мен 22-демін. Жаңа заттарға үнемі ашықпын, көргім келеді, білгім келеді. Және әрине бөліскім келеді. Есею әрқашан қиын кезең болып көрінеді, бірақ менің ойымша балалық қызығушылықты қалдырып, ересек өмірге ойын сияқты қарасақ, бәрін көңілді қабылдауға болады. Мен ниетім өмірге деген көзқарасты үнемі кеңейтіп, өзімен байланысты сақтау. Сол жолда менің подкасттарым біреуге пайдалы болады деген ойда. Және бүгінгі тақырып неге біз қалайтын заттарды кейінге қалдырамыз. Не себепті бұл тақырыпты алдым себебі қазір менің ойымда уайымым болып жүрген нәрсе. Және осы подкасттың өзі де бір тақырып негізі мен үшін. Неге мен бұл нәрсемен айналысам деп шештім. Жалпы бұл андай бір тек осы нәрсемен айналысам деген бір ниет емес. Жалпы осындай қызығушылық пайда болды. Оның пайда болғанына талай жылдар өтті негізінде. Бірақ мен кейінге қалдыра бердім. Үнемі видео түрінде салғым келді, одан кейін то мынау жоқ, то басқасы жоқ деген сияқты. Сол екі ортада мотивация өшеді, жанады, қайттан өшеді, ұмытылып кетеді, сосын қайттан еске салынады деген сияқты. Бірақ қалай дегенмен менің ойымша біздің ойымызға негізі сөйтіп айтады ғой, егер бір идея келген болса, оны істеудегі басты мақсат бәрібір істей салу керек, себебі ол идеяға мұқтаж болып жатқан біреу бар деген сияқты. Сондай ойлар бар. Немесе саған келген идея тағы біреуге келді сол сәтте. Және егер сен оны іске асырмасаң, басқа біреу іске асырды деген сияқты. Сол себепті менің ойымша подкаст дейтін нәрсе не себепті мені қызықтырды. Иә, бір жағынан мен іштегі бір маркетолог барлығы жасап жатқан нәрсе неге көрмеске деген қызығушылық пайда болды. Екіншіден, жалпы адамды өзінше бір таныстырудағы күшті бір форма сияқты меніңше. Қазіргі жағдайда білмеймін, мүмкін карантиннен кейінгі сәтті әлі біз өмірден өткізіп жатырмыз, иә, сол бір опыт көбірек сөйлескіміз керек, көбірек танысқымыз келеді деген сияқты. Сонымен қоса менің өмірімде негізі бір подкаст болған. Яғни 2 рет подкаст болған. Біріншісіне мені шақырды қонақ ретінде. Никогда не рано деп аталады. ютубта егер қызық болса қарап көрсеңіздер болады. Ол жерде больше СММ жайында, бірақ өзінің бір профессионалдық жолын бастап келе жатқан серіктестер деп айтса бола ма, коллегалар, достар, таныстар. Сондай бір қызық подкаст болды. Маған өте ұнады негізінде. Маған өзімнің даусымды құлақ қаптан тыңдаған қатты бір приятно болды негізінде. Кейін сол кезде даже менде идея болды. Одан кейін қайттан ұмытылып кетті. Одан кейін тағы бір мотивация жоғарылаған кезде мен подкастқа арнайы ұйымдастырған болатынмын. Подкаст студияны жалдап, ол жерге қонақ шақырып, өзімнің дос режиссер баланы шақырып, екеуміз күшті негізі әңгіме жарастырдық, бірақ кейін ол неге шықпады. Оны ютубтан табуға болады, бірақ ол жайлы қатты айтып, немесе осы бастадым, бұл бірінші, тағы да болады деп айта алмаймын, себебі маған менің отырысым ұнамайды, қалай сөйлегенім ұнамайды, свет қалай қойғаны, колор, монтаж, звук, тағы да деген сияқты. Ол жерде 3 камера болды, бірақ мен бір-ақ камераны саламын, себебі маған ұнамайды деген нәрсе. Білмеймін, перфекционизм деп айтатын болса, олай демес едім, себебі біраз өзім есімде бар заттарды ойлаймын, мен істеп жүрген, да. Ол жерде перфекционизм жоқ. Мен мүмкіндіктерді қарап, жоқ деп істеп кете бере аламын негізінде. Бірақ осы жағдайда мен почему-то вот прям просто желание болмады, білмеймін. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай бір тырысып бағатын заттарым бар, да, тырысамын. Кейінге қалдырмаймын. Бір рет қолымнан келмесе де, әйтеуір бір уақыт өткеннен кейін қайтып келемін ол ойға. Себебі меніңше бұл қатты біздің энергиямызды алатын нәрсе. Егер біз бір затты кейінге қалдыратын болсақ, бір идеяны, ойды, жоспарды, арманды, мақсатты, онда ол сіздің энергияңызды төмендетеді, яғни ол ұстап қалады, ол сол уровеньде қалып қалады, да. Ал егер идея келіп, оны бірден істей салсақ, немесе хотя бы 1-2 қадам сол жолға жасап көрсек, егер бұл үлкен бір мақсат болатын болса, 1-2 қадам сол жолда жасасақ, біз уже ол идеяда жібере саламыз. Яғни энергия сол орында тұрмайды, да. Уже хоть что-то сделали для этого. Яғни сол мақсатқа жету үшін 1 қадам жасадық. Демек, бұл жерде бір мән жатыр. Демек, 2-3 қадам жасау уже оңайырақ болады. Ал егер біз кейінге қалдырсақ, мысалы подкастта 1 жыл бұрын шығар, одан көп болмаса, мен соңғы рет осы нәрсені қолға алдым деп неткеннен кейін тастап кеткенім. Все время өзімізді жейміз ғой, иә. Өзін жейсің, да, ол бәріне таныс жайт деп ойлаймын. Өзіңді жейсің, кінәлайсың, сосын неге дейсің, сосын жек көресің. То есть осы сезімдердің барлығы біздің энергиямызды минус алып кетеді. Сол себепті басқа жаңа идеяларға орын ашылмайды. Жаңа нәрсені істеп көруге, жаңа жалпы өмірге деген көзқарас үлкеймейді, кеңеймейді, да, мысалы. Меніңше бұл үлкен бір тақырып болу тиіс, себебі қазіргі
қазіргі жағдайда бізде фокус тым тез өзгереді. Даже статистика бойынша да видеоны көргенде 3 секундтан артық ешкім сізге қызықтырса сіз қаласыз, ары қарай көресіз, қызықтырмаса қалмайсыз деген сияқты. Сол себепті осы даже вот СДВГ деген сияқты бір орында отыра алмайтын, тез пысып кетеді, немесе үнемі бір нәрсені параллельно істеп отыру керек деген сияқты. Және сондай вот ритмда өмір сүріп жүріп біз ұмытамыз, фокус жоғалады, желание қашады, еліктейміз басқа біреуге, және приоритетность қоямыз мысалы да. И білмеймін, меніңше біз неге қалайтын заттарды кейінге қалдыруымыз керек. Дәл қазір сенде мүмкіндіктер әртүрлі болып жатады. Мен мысалы подкаст түсіргім келген кезде менде не камера жоқ, не монтаждайтын ноутбук жоқ мысалы, не тағы кім шақырарын білмеймін, не айтарын білмеймін. Егер жоқ нәрсені ойлайтын болсақ, ол нәрсені алып кете беруге болады. Көп нәрсе жоқ негізі. Ал егер бар деп қарайтын болсақ, мен мысалы подкастты именно аудио түрінен бастаймын деп шештім, себебі менде бар нәрселер, менің қалайтын нәрселерім, және де ең бастысы маған қазір практика қажет. Маған көп сөйлеу керек, көп осы нәрсені істеп көру керек. Себебі бірінші рет бұл еще перезапись, потому что бірінші рет жазғаннан кейін мен біраз кринж деймін ба, білмеймін, енді өзіме ыңғайсыз болды. Сөйлегенім, отырғаным, сырттан дауыстардың шыққаны деген сияқты. Одан кейін маған ұнамады, и сөйтіп мен қазір қайтадан жазып жатырмын. Бірақ мен бұлай қайта жаза бермеуім керек, себебі осы бір искренность, осы бір шынайылық қалғанын қалаймын бір жағынан. Екінші жағынан таза қазақша сөйлеу сияқты сіз айтудың өзі меніңше тоже бір опыт, тәжірибе. Ол тәжірибе күшею үшін ол әдемірек, күштірек, үнемі кейін да. Әйтеуір мен бір бастап практиканы қолға алмасам, ол жақсармайды. Сол себепті мен аудио формасынан бастаймын деп шештім. Кейін әрбір тақырыпты талқылай отыра, мүмкін бір қонақты шақырар кезде болар, арнайы ұйымдастырып, именно видео форматта қонақпен жасауға болады. Және дәл қазіргі уақытта мен үйде бұл нәрсені жазып жатырмын, жалғыз өзім қалған сәтте, себебі осылай ойым жинақталады екенін байқадым. Бірақ сырттай осындай бір звуктарды естіп жатсаңыздар айып етпеңіздер, себебі мен әзірге аудионы тазалап, және артынан мен білем, түсініп тұрмын, артында негізі звук болу керек, ол тазалану керек, оны сводить ету керек, шапкасы болу керек, там обложканың өзіне келген кезде де описание, там публикация, вот это все я понимаю, мен түсінемін, оның бәрі өте важно, өте маңызды екенін. Бірақ та бастапқы уақытта қолымнан келгенше, бірақ бастап кетуге барынша тезірек істеуге тырысып жатырмын. Қалаймын солай болғанын, себебі кейінге қалдыра берсек, қайталайын, ол қала береді. Кейінге қалдырған затта бізде энергия жоғалады. Ал мен тек оның көбейгенін қалаймын, және сол жолда әрекеттер істеудемін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мини личный подкасттар 10-15 минут болады. Өзіме сондай бір стандарт қойып отырмын, бастапқы уақытта үйреніп кету үшін жалпы. Ал кейін қонақпен болатын подкасттарды ұзағырақ жасасақ болады деп ойлаймын. Рахмет көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін. Танысқаныма көп қуаныштымын. Ортақ бір ойда, ортақ бір көзқарасты табамыз деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.